Хайырлы күн достар, мен Роза Нұрғызарым қызы. Сіздермен бірге домбыра үйрену мектебі. Домбыраны үйрену бойынша ең бірінші оң қолмен қағысты үйренеміз. Ол қағыс дегеніміз сұқ саусақпен төмен, бас бармақпен жоғары. Мысалы үшін былай ақырын ғана осыны күніне 10-15 рет жасап үйрену керек. Сондай-ақ қағыстардың, ең оңай қағыстардың 4 түрімен бүгін таныс боламыз. Бірінші қағыс, алма кезек, бір төмен, бір жоғары. Оны 4 реттен санаймыз. Мысалы үшін 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл бірінші қағыстың түрі. Екінші қағыс, 2 төмен, 2 жоғары. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл екінші қағыстың түрі. Енді үшінші қағыс, 3 төмен, 1 жоғары. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл үшінші қағыс. Енді төртінші қағыстың түрі, 3 жоғары, 1 төмен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сонымен, бүгін балалар сіздермен қағыстың 4 түрлі түрімен таныс болдық. Келесі кездескенше.